алсам деп өзіңмен ойлай келдім құрбым-ай. Су ағады арықтан, қыз қарайды жабықтан, сүйер едім бетіңнен, ұяламын халықтан. Ойға барсам ой тегіс, қырға барсам қой сегіз, өтіп кетті-ау біздерден қайран жастық 18. Ассалаумағалейкум. Тұран даласы ырыс пен баққа толған, қыран баласы келі таққа қонған, барға тасымаған, жоққа жасымаған ардағайын, бүгінгі дүбірлі тойға қош келдіңіздер. Әділет, мына дүбірлетіп жасалып жатқан той қай әулеттің тойы? Бүгінгі дүбірлетіп жасалып жатқан той Қалиевтер әулетінің тойы. Сірәда Қалиевтер әулетінің тойына ұқсамайды. Ол неге? Олай болса неге қошеметтеп шапалақтамайды екен? Ай, керемет, қошемет. Алты қырдан ат шаптырып, алты қазан ет астырып, ағайын боп елге келіп дүбірлетіп, бәйге беріп, Қалиевтер әулеті бүгінгі біздің бүлдіршініміз Әмірхан ұлымыздың тұсаукесу тойын жасап жатыр екен. Олай болса, ағайын, бүгінгі тойдың төріне сіздердің құрмет қошеметтеріңіз бен қуаныш себепкері Әмірхан ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Қошемет. Керемет. Алтын емес салтын қымбат, жалпың емес жалқын қымбат деген халықпыз. Қазақ қандай да бір той жасаса 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған. Соның ішінде бүлдіршін тойын ерекше атап өткен. Әмірхан ұлдарыңыз өзгенің ала жібін аттамасын деп ағала жіппен, көрегенде көрікті болсын деген ниетпен көк шөппен, бай болсын деген ниетпен малдың тоғы шегменен байладық. Мінекей, қазақтың дәл осындай салт дәстүрі керемет қой шіркін. Ай бәрекелді. Ендеше тұсаукесу рәсіміне кезек берсек. Ал олай болса, ағайын, қазақ кішкентай бүлдіршін тұсауын ел арасында өзінің ақылымен, даналығымен, білімділігімен, өнерімен көзге түскен сол адамның жолын берсін деген ниетпен әдейлеп, арнап шақыртып кестірген екен. Олай болса, ағайын, бүгінгі тойдың төріне жарқын бауырымызды шақырсақ, бүгінгі Әмірхан ұлымыздың тұсауын кесіп берсе. Бүлдіршінді ақ жолға төсеп, ала жіпменен аяғын байлап, және де қазағымыз салт дәстүріміз бойынша ақ жолдың басына ырымдап, ұлымыз білімді, ақылды, зерек болсын деген ниетпен кітап қойған екен. Қошеметтеріңіз болсын. Ай, керемет, қошемет ағайын. Және де ел бастаған батыр, көсем, мықты болсын деген ниетпен қамшы қойған. Ай, керемет. Сонымен қатар өнерлі болсын, жез таңдай әнші болсын деген ниетпен домбыра қойған екен ағайын. Бақ шіркін. Қанеке, енді бісмілләңізді айтып тұсауын кессек. Ай, бәрекелді. Қаз балам, қадам басам мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Осы үш заттың қайсысын таңдар екен? Домбыра, қамшы және кітап қайсын таңдар екен? Ал Әмірхан таңдай қой. Бәріміз қошеметтеп қолдап жіберейікші Әмірханып. Міне әкесі кітап ұсынып отыр екен, еліне, жеріне пайдасы тиетін білімдар ғалым болсын деген ниеттеміз ағайын, қошеметтеп қойайық.
Ал енді ағайын, қазақта керемет сөз бар ғой, аталы сөз өсиет, баталы сөз қасиет деген. Осы Әмірханның атар таңы арайлы болашағы жарқын болсын деген ниетпен Назаркүл апамыздан бата сұрасақ, ортаға келіп Әмірхан ұлымызға бата берсе. Ал қыздар, жігіттер олай болса, әсем әуеннің ырғағымен бүгінгі той иелерін той төріне жайғастырайық. Той құтты болсын. Жігітке жарасады озып шықса бәйгеден. Қыз балаға жарасады алқа шашбау сәукеле. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын. Жігітке жарасады озып шықса бәйгеден. Қыз балаға жарасады алқа шашбау сәукеле. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын. Ата баба көзіндей қып сақтайық қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсау кесте сүндет той. Ай, шіркін-ай, қолда түссін сырға салу бет ашарым-ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең далада әңгімені сен тербеткен. Уа тойға жиналған тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын. Той тойласын.